мына өмірде адам баласы ішкі еркіндігін жоғалтып алса, бәрін жоғалтады екен. Сондықтан адамның бойында бір небір қасиеттер бар дейміз ғой. Соған қарай ұмтылу керек та, жеке тұлғалық болмысты сақтап қалу барысында адам өзін шынайы түрде сол Алла жаратқан бір бөлшексіз да сіз, мен де сіз де. Сондай кезде мен өзім көп ізденгенмін. Адам әлемінде өзімді жақсы жағынан қарай өзгертуге. Өйткені өте тұйық болдым, күле алмайтын болдым. Сондай өзім серьезный адам болдым. Бірақ соны бір керемет бағытқа қарай өзгерту, яғни күлімсіреу, шынайы түрде өзімді жақсылыққа қарай ұмтылдыру, ішкі халімдегі болмыстарымның жақсы екенін, мен Алла тағала сондай бір керемет құбылыспен жаратқандығы, мінез құлқымды жақсарту жағында рухани сондай бір керемет жағынан өзгере бастадым. Бұған көмектескен әрине менің сенімім.